Сәлеметсіздер ме оқушылар? 8-де 5 пен 8-де 6 тапсырмаларды мына жерде шығаратын боламыз. Енді ол есепте бізде теңдеудің түбірлерін тап деді. Бұл жерде дискриминантқа берілген, бірақ есепті біз шамдап алуымыз керек. Ол үшін x синус квадрат x плюс синус x косинус x тең 2 косинус квадрат x дегенде, бұл жерде бөлшекті мына косинус квадрат x-ға бөліп жібереміз, балалар. Мына бөлшекті бөліп жібереміз, мынаны бөліп жібереміз. Сол кезде мына жерде синус квадрат x пен косинус квадрат x-тің бөлінісі бізде тангенс квадрат x-ті береді. Мына жерде мынаның квадраты мен косинус қысқарып, синус x-тің косинус x-ға бөлінісі тангенс x-ті береді. Тең 1-ге тең болады. 2-ге тең болады. Мына косинус x-ті косинус x-ға бөліп жүрсеңдер, мына жерде 2 болады. Енді 2 тангенс квадрат x плюс тангенс x минус 2 тең 0 болады. Бұл жерде тангенс x т деп белгілеп аламыз. Сөйтіп қарапайым бізде квадрат теңдеу келеді. 3 тангенс квадрат x плюс т минус 2 тең 0. Бұл жерде дискриминантымыз бізде 5 шығады. Енді x біріміз тапқан кезде минус 1, минус 5, минус 6, 6-ға бөлсек 1, минус 1 болады. Ал екіншісінде 6-тан 4 болады. Бұл 3-тен 2-ні береді. 2-ге бөліп жерсек. Енді тангенс x-іміз минус 1-ге тең, ол x дербес жағдайдағы минус 4-тен 1 пи-ге тең, ал мына жерде арк тангенс 3-тен 2 пи-ге тең болады. Ал келесі екінші тапсырмасында 2 косинус квадрат x минус 3 синус косинус x плюс синус квадрат x тең 0 деген. Бұл жерде мына бетке өткізіп жібереміз да, сол кезде синус квадрат x-қа бөліп жібереміз. Сөйтіп бөлгеннен кейін бізде котангенс квадрат x шығады. Яғни косинус квадрат x-тің синус квадрат x-ға бөлінісі котангенс квадрат x-ті береді. Котангенс 2 котангенс квадрат x минус 3 котангенс x тең минус 1 болады. Енді бұны жаңа квадрат теңдеу жазып аламыз. Котангенс квадрат x деп алсақ, 2x квадрат минус 3x плюс 1 тең 0 болады. Енді бұл жерден дискриминантымыз 1 шығады. x біріміз 1, x екіміз 2-ден 1 шығады. Енді тангенсіміз 1-ге тең болғанда дербес жағдайда 45 градуста пи бөлінген 4, яғни 4-тен пи плюс пи-ін n тесті зетке, ал мына жерде 2-ден 1 бұл арк котангенс 2-ден 1 плюс пи-ін n тесті зетке тең болады, балалар. Ал балалар, келесі бізде 8-де 6 есеп. Тура мынау 8-де 5 есеп сияқты шығарылады. Бұл жерде де бізде 9 синус косинус x минус 7 косинус квадрат x 2 синус квадрат x деп берілгенде, бұл жерде синус квадрат x-қа бөліп жібереміз. Бөліп жүрген кезде, мына жерде синустың квадраты мен мына синус қысқарады да, бізде котангенс x береді, яғни 9 котангенс x. Мына жерде косинус квадрат x синус квадрат x-қа бөлсек, минус 7 котангенс квадрат x-ті береді. Ал мына мен мынаның бөлінісі бізде 2-ні береді. Енді квадрат теңдеу түрінде жазып аламыз. Бұл жерде котангенс x-ті т деп белгілеп алсақ, минус 7t квадрат плюс 3t минус 2 тең 0. Дискриминантымыз бұл жерден бізде 25, 25-тен 5 шығады. Енді x1 тапқан кезде мына жерде минус 9, минус 5, минус 14, бұл 1-ді береді, минус пен минус бөлініп. Ал мына жерде 7-тен 2-ні береді, балалар. Енді котангенс x-іміз 1-ге тең, және котангенс x-іміз 7-тен 2-ге теңдеуді шығарамыз. X-іміз бұл дербес жағдайда, яғни 45 градуста 4-тен пи плюс пи-ін n тесті зетке, ал мына жерде арк котангенсіміз 7-тен 2 плюс пи-ін n тесті зетке тең болады. Екінші есепте де дәл сондай 2 синус квадрат x синус косинус x-імізді косинус квадрат x-ға бөліп жібересіздер. Сөйтіп 2 синус квадрат x косинус квадрат x бөліп жіберсек, бізде 2 котангенс квадрат x минус тангенс x минус 1 тең 0 болады. 2t квадрат минус t минус 1 тең 0. Бұл жерде дискриминантымыз 3 шығады. t1 тапқан кезде минус 3-тен 1, ал t2-ні тапқан кезде 3-тен 2-ге тең болады. Яғни тангенсіміз минус 2-ден 1, арк тангенс минус 2-ден 1 плюс пи-ін, мына жерде минусты алдына шығарып жіберсек, арк тангенс 2-ден 1 плюс пи-ін n тесті зетке тең болады. Ал мына жерде тангенс x-іміз 3-тен 2-ге тең, бұл арк тангенс 3-тен 2 пи-інге тең болады, яғни n тесті зетке. Осылай ақшамда бабы шығарамыз.